Астанада сағат 14. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Қайырлы күн, эфирде жаңалықтар, студияда Жан Алмасқызы. Қаңтар оқиғасы бойынша жеткізілген адамды азаптаған полиция қызметкері сотталды деп хабарлайды Тенгриньюс газет агенттігі бас прокуратура мәліметіне сілтеме жасап. Кінәні мойындау туралы процесстік келісімін ескере отырып, сот үкімі бойынша сотталушыға арнайы атағынан және мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айыра отырып, 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындалды. Көкшетауда 22 жастағы жігітті некелесу күні өлтірді деп күдікке ілінгендер ұсталды. Айта кетейік, Көкшетауда ойын-сауық орталықтарының бірінде 22 жастағы жігітті әлдекімдер некелесу күні өлтіріп кетті деген ақпарат тараған болатын. Полиция департаменті адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлайды. Күдікті ұсталды және уақытша үй изоляторына қамалды, сондай-ақ жанжалдың басқа да қатысушылары анықталды. Адам өлтіру фактісі бойынша бір адам, бұзақылық бойынша 6 адам ұсталып қамауға алынды. Оларға қатысты бұзақылық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, сондай-ақ тергеу барысы басшылықтың бақылауында екені хабарланды. Қазақстан бюджет тапшылығына байланысты Азия банктерінен 105 миллиард йен қарыз алды. Еске салайық, бұған дейін қаржы сарапшылары Қазақстан қарыз болған елдердің тізімін жариялаған болатын. Осылайша Нидерланды ірі кредиторлар қатарында қарыз сомасы 42 миллиард ақш долларына тең. Екінші және үшінші орындарда Ұлыбритания шамамен 14 миллиард доллары, сондай-ақ Ресей 14 миллиард доллар. Төртінші және бесінші орындарда ақш пен Франция. Жалпы алғанда мемлекеттік қарыз заңды құбылыс, алаңдаушылық ол шекті деңгейге жеткенде ғана туындауы мүмкін. Наурызда ұлттық экономика министрлігінің басшысы Мәди Такеев Қазақстанның мемлекеттік қарызының көлемін айтты. Оның айтуынша 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстанның мемлекеттік қарызы 27 триллион теңге, лимитте 33% бар, ол қауіпсіз деп саналады деп түсіндірген еді министр. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мәжіліс кулуарында Қазақфильмнің болашағына қатысты сауалға жауап беріп, мекеменің жабылу мүмкіндігі жайлы баяндады деп хабарлайды Стан газет ақпарат агенттігі. Аида Балаева өз сөзінде Қазақфильмнің тарихи мекеме екенін айтып келе, жабылмайтынын мәлімдеді. Министрдің сөзінше, қазіргі таңда Қазақфильмді министрлік тарапынан қаржыландыру мәселесі заңдық негізде реттеліп жатыр. Осы және өзге де жаңалықтар келесі сағатымызда. Жан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Екібастұзда 7 градус аяз, Қостанайда 3 градус суық, Түркістан мен Шымкентте 3 градус жылы, Таразда +1, Қызылордада 0 көрсетуде, Атырауда +2, Ақтауда 5 градус жылы, Ақтөбеде -1, Оралда +1, Семей, Өскемен, Қарағанды, Теміртауда 10 градус аяз, Жезқазған мен Балқашта 5 градус суық, Талдықорғанда 0 көрсетуде, Астанада 7 градус аяз, Алматыда +5. Авторадио. Тек алға қозғалыс.